жастары, сіздерді кітапханамыздағы ашық есік күніне шақырамыз. Жастарға арналған ақпараттық бұрышымыздың тақырыбы «Жастарға үміт, болашаққа сенім». Жастар жердің, елдің иесі, қазақ елінің рухани тәуелсіздігінің биік тұғыры. Жастар қозғаушы күш, жастар елдің ертеңі. Олардың жасампаздыққа ұмтылысы, білім шыңына өрнелеп, елге қосар үлесі, жарқын болашақ кепілі. Еліміздің ертеңі, мемлекетіміздің жарқын болашағы, білімді де білгір жастардың қолында. Қазақтың жолбарыс жүректі батыры Бауыржан бабамыз 20 жас тарихи ерліктер жасайтын жас. Оған әр қашанда әр азамат әзір болу керек деген екен. Мемлекеттің жастар саясаты енді өз назарына тек жастар ішіндегі дара интеллектке ғана емес, жас отбасылар мен бала тәрбиесіне басар назар аударатыны сөзсіз. Біздің жастар академиялық білім деңгейі бойынша ақш, Англия, Германия, Австралия, Израиль, Швеция, Польша және тағы да басқа елдердің алдында замандастарымыз озық. Санасы сергек, замандық технологияларды меңгерген отанымыздың нағыз патриоттарына ғана сынақтардан сүрінбей өте алады. Мемлекеттік саясаттың негізгі бағытының бірі жастар секторы. Жастар секторының Қазақстанда айрықша назар аударылады. Әрбір жас жүрек өзінің туған отаны Қазақстанның жанындай сүйіп, танып, оған табынып өсуі қажет. Сонда ғана жас ұрпақ бойында патриоттық сезім ұялап, келешегіміз кемелдене түспек. Назарларыңызға